Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгінгі эфирімді халықаралық жағдайға арнағым келеді. Соның ішінде ерекше атап өткім келеді. Енді 4 күннен кейін президент билігіне Дональд Трамп келеді. Сол кезде халықаралық жағдай қалай өзгереді, қандай өзгерістер болады, Трамптан не күтуге болады, сол жайлы тоқталғым келіп отыр. Қазақ оқырмандарына, қазақ тыңдаушыларына Трамптың негізгі саясатын түсіндіргім келеді. Көп ақпарат құралдары Трампты алжыған деп те айтады, есі ауысқан дейді, тағы неше саққа жүгіртеді. Оның логикасын дұрыс түсінуге, ол ешқандай алжыған да емес, ешқандай лағып жүрген адам емес. Ол кәдімгі жүйелі түрде күрескер. Соның әсіресе оған көп тиісетіндері Панама каналы жөнінде айтқан сөздері, Панама каналын қайттан ақштың қарамағына, юрисдикциясына алу жөнінде, Гренландия жөнінде, Гренландияны Америкаға қосу жөнінде, немесе Канада жөнінде айтқан ақпараттары жайлы мен түсіндіргім келіп отыр. Соның мысалға неден басталық? Бірінші Панама каналын айтсақ. Панама каналы 19 ғасырдың аяғында француздар бастаған болатын канал құрылысын. Ол аяқсыз қалып, банкрот болып, француз компаниялары соны Америка құрама штаттары қолға алған болатын. Әсіресе 1920 жылдан бастап толыққанды канал құрылысына кірісіп кеткен болатын. Сол бүкіл Панама каналы Америка құрама штаттарының юрисдикциясына толықтай өткен болатын. Енді бүкіл құрылысты бәрі Американың есебінен, Американың қаржысына салынған болғандықтан солай болды. Ол жерде 70 жылдың ортасына дейін 3 канал жұмыс жасап тұрды. Осы уақытқа дейін ені 32 метр, ұзындығы 72 шақырым сондай құраған. Тынық мұхиты мен Атлант мұхитын қосатын, соның ішінде Мексика шығанағына шығады. Ол ең төте жол, әсіресе ол Американың мүддесі үшін, мысалға Мексика шығанағын жағалау, Техас, Флорида штаттары және шығыс жағалаулар бүкіл Атлант мұхитының Тынық мұхиты жағалауындағы штаттармен байланыс осы канал арқылы жүзеге асырылып келе жатыр. Бұл өте стратегиялық маңызды канал болатын. 1977 жылы Джеймс Картердің тұсында каналды Панамаға өткізу туралы қол қойылады. Картер осы жақында ғана 100 жасқа келіп дүниеден өткен болатын. Сол жайлы оған әртүрлі баға беріледі. 77-те қол қойғанмен 1999 жылы канал толықтай Панама өкіметінің қарамағына өткен болатын. Ол канал жұмыс жасап жатты, бәріне тең қаралып, соңғы 10 жылдықта Панамадағы билік ауысқаннан кейін, қазіргі билік келгеннен кейін, Панама каналын Қытай инвесторлары келе бастады. Қытай өкіметімен келісім жасалып, Панамада
үш канал болатын болса, төртінші каналды Қытай жобасы бойынша Қытай қаржыландыратын болып, Қытай несіне, мердігерлеріне берілетін болды. Қытай ақшасы бөлінгенімен ол Панама өкіметінің қарыз болып қалады, бірақ ол мердігер компания, Қытай компаниялары болғаннан кейін ол ақша қайтадан Қытайға қайтып келеді. Ол тек өз алдына, және де Қытай көптеп ақша құяды. Бүкіл Канада экономикасына, о жердегі темір жол, бүкіл оңтүстік Америка мен солтүстік Американы қосатын темір жол бар, трассалар, автобандар бәрі салына бастайды, жоспарланады. Соның бәрі Қытай банктері қаржыландырып, Қытай мердігерлері орындайтын болған. Көптеген Қытай банктері ашылады, және Қытай иммигранттары көптеп келеді. Осы 25 жылға қарсы өзі 2 миллионға әлі тола қоймаған Панаманың 200 мыңдай астамы қазір қытайлықтар құрайды. 10%-дан астамы. Ол таза қытайлар, соңғы жылдары келген. Ол аз болса, тегі қытайлықтар тағы о жерде баршылық. Оның дәл санын анықтау қиын. Кезінде француздар да, америкалықтар да құрылыс жасағанда Америка Қытайдан жұмысшы қолын алдырған болатын. Олар сол жердегі сол жерден әйел алып, бала шағалы болып, панамалық болып қалған қытайлықтар, тегі қытайлар тағы да бар. Оның санын дәл анықтау қиын дедім. Осындай. Қытай ықпалы өте күшейіп бара жатыр. Одан кейін канал барлық кемелерді өткізуге үлгере алмайтын болғандықтан тендер жариялайды, тендер арқылы өткізеді. Тендерді енді бірінші кезекте ол қытайлықтарға беріледі. Ол Қытай жалғыз Панама емес, бүкіл Латын Америкасына ықпалын күшейтіп жатыр. Африка онсыз да Қытайдың бағынышты болған сол жұмсақ күш, сол ақша, кредит, ең бастысы мына мемлекет басшыларын, чиновниктерді коррупциямен қаратып алған. Жаңағы Панамада үлкен коррупция, жаңағы барлық тендерлардың осындай Панамаға тиімсіз контракттардың бәрі сол пара арқылы, және сол қазіргі Панама билеушілері Қытайда жеңілдіктер жасалып, сондай нелер, контракттар жасалған. Осы жайлы демократиялық басылымдарда, басқа да дүниежүзінің ақпарат құралдары осыны ашып айтпайды. Тек қана оны қаралауға ғана көшеді. Сонда Трамптың айтқаны осындай сөздері бар. Біз Канаданы Қытайға өткізген жоқпыз, біз Панама өкіметіне өткізгенбіз. Ал енді қазіргі Панама өкімет оның бәрін Қытайға өткізіп жатыр деген. Бұл енді әрине біз көз жұма қарауға болмайды. Бұл стратегиялық маңызды объект. Бұған Америка Құрама Штаттары көп күш салған, ал енді бұл Қытайдың ықпалына өтіп кетті десе де болады. Бір жолы әлі өткен жоқ, бірақ соның алдында тұрғанын айтып өткен. Ол мысалға Панама арқылы контрабандалар Латын Америкасынан көптеп өтеді, оған да көз жұмып қарайды. Мысалға Панама өкіметі де Қытайдың ықпалында болса да, олардың бәрі наркокартельдер де бәрі өтеді. Мысалға
Колумбия, Венесуэла қай-қайсысы болса да ана заңсыз мигранттар өз алдына, и наркокартельдер де бәрі сол Латын Америкасы, Мексика арқылы бүкіл не тарап жатыр, мысалға Америкаға. Осының бәрін ол көтеріп отырғаны сондықтан. Логика Трамптікі өте тұрақты, Қытай экспансиясына қарсы әрекет десе де болады. Бұны осымен доғара тұрайық, енді Гренландияға келейік. Гренландия соңғы 300 жыл шамасында Данияның протекторатында, негізінде саяси жағынан, көп жағынан кәдімгі отар болды десе де болады. Соңғы жылдары оған автономия берілді, конституциясы бар өздерінің, бөлінуге деген құқысы бар, егер референдум өтетін болса. Халқы бар жоғы 56 мыңнан асады. Негізгі тұрғын халқы ол сол жергілікті халық, эскимостардың, инуиттер дейді. Солар Сібір халықтарымен, чукча, якуттармен, басқа Сібір халықтармен туыс болып келеді, арғы тегі. Сол халықтар. Енді Гренландия Данияға қарасты болғанымен, бұл Трамп оны сатып алуға ниет білдірген Даниядан. Олар бас тартты. Бұл бірінші, тек қана Трамп бірінші бастамасы емес, ол 1867 жылы сондай ұсыныс жасаған болатын Данияға. Сол кездегі Америка құрама штаттың билігі. Дания бас тартқан болатын. Ол жалғыз Данияға емес, Ресейге де ұсыныс жасаған Алясканы Америкаға сату жөнінде. Дания бас тартқанымен орыс патшасы оған қол қойып 7,2 миллион долларға Аляска сатылып кеткенін, оны да тарихтан хабары бар адамдар біледі. Солай Аляска Американың қарамағына өткен. Екінші рет ол ұсыныс 1946 жылы, екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін Америка құрама штаттары тағы ұсыныс жасаған болатын Дания өкіметін. Ол кезде үлкен көлемде ақша ұсынылды. Труменнің тұсында, президент Трумен өзі жасаған болатын ұсынысты. Онда да бас тартылды. Бірақ ол жерде әскери базаға рұқсат берілді. Американың әскери теңіз флотының базасы және де аэродромдар, әскери ұшақтар ұшып қонатын аэродромдар салынды. Сонымен ол көп жағдайда көп сұраныс болмағаннан кейін бірталай ол жерде консервация жасалып, ол жерден көп ұшақтарды ұшпайтын болып, кемелерді көп жүзбейтін болғаннан кейін олар біраз ұмыт қалған болатын. Дания өкіметі ол жерге аз ақша бөледі, 500 миллион доллардың ар жақ бер жағында. Ал енді мына соңғы нелерге байланысты, мына соңғы жылдары Арктикада мұздықтар шегініп жатыр. Және де мына нелер Ресейде, Қытайда, біраз елдерде сол солтүстік арктикалық сауда жолы, теңіз жолы алдыңғы қатарға шыға бастады.
мұз жарғыш кемелер салынып жатыр. Ресейде өте көп, 37 ма сондай мұз жарғыш кемесі бар. Бірнеше атом мұз жарғышы бар. Қытайда осы биылғы жылы тағы іске қосылды мұз жарғыш кеме. Қазір 4-еу, тағы 5-6 салынып жатыр. Одан кейін оны тоқтататын түрі жоқ. Қытайларда мұз жарғыш кемелерді көптеп іске қосқалы жатыр. Ең бастысы Гренландияға Қытай өкіметі ұсыныс жасаған, теңіз порттарын Қытайға беру жөнінде, және де бірнеше аэропорттар салғызуға рұқсат беруге, және де мұздықтар шегінген жерлерде үлкен байлықтар жатыр. Ол жерде сирек жер металдары, басқа да әртүрлі қазба байлықтары өте көп болғандықтан сондай келісім шарттар жасалған болатын. Алайда Америка құрама штаттары оған қарсылық білдіріп, Дания өкіметіне, Дания корольдығына қарсылық білдірген, протест дейді ғой сондай. Содан кейін оларды тоқтатып тастаған, ол келісім шарттардың жүзеге асуына. Сондай өл арада тұр. Егер де онсыз да Қытай егер Гренландияны қарамағына алып алса, ол бүкіл солтүстік Арктикадағы теңіз жолдарын өз бақылауына алатыны Американың саясаткерлерінің көзі жеткен болатын. Трамп тек соны ғана ашық түрде айтып отыр. Бұл үшінші ұсыныс Дания өкіметіне сату жөнінде немесе ол ешқандай біреулер оны басқыншылық соғыс жасайды дейді, ондай жасалмайды. Бірақ сондай қысым жасайды, келіссөздер жасайды, ақша құяды, мысалға. Сондай Қытайды Гренландияға жолатпау. Ол Арктика үшін соғыс болып кету алдағы 5-6 не 10 жылда Арктика үшін соғыс болу қатері бар. Оған мысалға Арктика елдеріне Норвегия, Швеция, Финляндия кіреді, Дания кіреді, Ирландия, Канада және Америка құрама штаттары. Бұларда мысалға Америкада 6 ғана мұз жарғыш кеме бар, Швеция мен Финляндияда 7, сондай аз. Ал енді Америка егер Трамп Гренландия олардың юрисдикциясына өтсе, немесе басқа келісім шарттар жасаса, ол жердегі порттарды қайта жаңғыртып, аэропорттарды қайтадан қалпына келтіріп, реконсервация жасап, оны күшейтуге қолға алуына бұлардың мүдделі Америка құрама штаттары. Қандай жағдайда да Қытайдың ықпалына өтіп кетпеудің амалы. Міне соны түсінбейді, түсіндіргісі келмейді, айтпайды. Бұл Қытай экспансиясы Гренландияға. Қытай да қысым жасап жатыр, Данияға да жеке Гренландияның жергілікті билігіне де. Гренландия егерде референдум өткізсе, Даниядан бөлініп шығуға хақысы бар. Егер ол солай референдум өткізсе, мысалға 25 не 26 жылдары, онда толық бөлініп, ол өздері шешуге болады. Ол Қытаймен бірге бола ма, Америка құрама штаттарымен бола ма? Міне осындай мәселе тұр Гренландияның алдында. Енді Канадаға келелік. Канадаға оны да сынап мазақтап жатады.
Канаданы Америкаға қосып алу керек, 51-ші штат болсын деген ұсынысын. Ар жағын айтпайды, бірақ Канада ол Британ одағына кіреді, бірақ тәуелсіз ел. Бірақ Америка құрама штаты мен Канаданың арасында ешқандай шекаралық кедендік, ешқандай кедергі жоқ. Бүкіл Канаданың товар өндірушілері емін-еркін Америкаға сатады. Барлық заттарын не өндірсе де, ауыл шаруашылығы болсын, өнеркәсіп болсын, балық, консерві, барлығын Америкаға өткізіп тастайды емін-еркін. Ешқандай кедергі жоқ болғандықтан, іс жүзінде тәуелсіз ел болғандықтан сауда несі болады, сауда балансы. Мысалы, қанша сатты, қанша сатып алды, сонда өте үлкен көлемде ол 100 миллиардтың ар жақ бер жағы болу керек. Сонда одан да асып кететін товар айналымы. Бірақ Америка жылда Канадаға 60 миллиардтан астам қарыз болады екен. 60 миллиард доллар. Канаданың қорғанысын Американың мойнында. Одан кейін сыртқы сауда, мысалға, ол фермерлеріне зиян келтіреді, мысалға, ауыл шаруашылық нелері. Өздерінде бәрі бар заттарды олар неге өткізе салады Америкаға. Басқа да өнеркәсіп заттары Америкада да бар, соны айтып жаттады. Ал егер оны біз бұл әділ сауда емес, онда біз Канадаға баж салығын саламыз дейді. Әділ болу үшін өздерің қамдарыңды өздерің жасаңдар, сыртқы сауданы. Сыртқы саудаға олар ақша бөлмейді, көңіл бөлмейді, Америкаға итеріп салады. Сол сыртқы сауда Америка өкіметінің мойнында болып келе жатыр. Егер олай істей берсемдер, оданша 51-ші штат болсаңыздар болады деген әңгімеден туындаған әңгіме бұл. Осы енді тек қана ол сауда айналым реттеу Канада екеуінің арасын. Не 51-ші штат болыңдар, немесе баж салығы салынады деген әңгімеден туындаған. Осы менің айтайын дегенім, әлі де айтуға қараңғы түсіп баратыр. Тағы бір мүмкіндік болса, мен мені де қозғағым келеді. Ердоған, мен Әзербайжанның президенті Алиев, Сирия және Трамппен қалай олардың тіл табыса ма, жоқ па? Егер олардың тіл табысуы мүмкіндіктері өте жоғары, Трамппен Ердоған тіл табыса, таяу шығыста Европада қандай өзгерістері болады, осы жайлы айтқым келіп отыр, бірақ қазір емес. Және ол Европа елдеріне қандай әсер етеді? Европаға Трамп қалай қарайды? Осы жайлы да бірталай әңгімелер айтуға болады. Бүгінге осы енді Канада, Гренландия және Панама жайлы айтылды. Қош сау болыңыздар, комментарий жазыңыздар. Эфирде кездескенше. Тікелей эфир жүргізейін десем болмай қалды. Мен әлі дұрыс игере алмай жатырмын ба? Осын тікелей эфирде айтам ба деп біраз уақытым жоғалтып алдым, бірақ болмай қалды.